Барлығына сәлем. Сіз өз жынысын ауыстыра алатын балық туралы естіп пе едіңіз? Бүгінгі видеода өте ерекше балық түрлерін айтатын боламын. Арнаға жазылып қоңыраушы түймешесін басып қойыңыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Макропинна мөлдір басы бар балық. Сломоус макропинна ерекше мөлдір басының арқасында басқалардың арасында ерекшеленеді. Бұл Атлант мұхитының тропикалық және қоңыржай суларында, сондай-ақ Тынық және Үнді мұхиттарында тұратын шағын терең теңіз балығы. Макропиннаның тағы бір қызықты ерекшелігі, көптеген адамдар балықтың иіс сезу мүшелерін көзі деп қателеседі. Шын мәнінде бұл мұрын тесігінің баламасы. Сенсеңіз де сенбесеңіз де, көздер бұл балықтың басының мөлдір күмбезінің ішінде жоғары қарай бағытталған жасыл түкті тәрізді заттар. Бұл балық күн сәулесі іс жүзінде жоқ. Үлкен тереңдікте өмір сүретіндіктен макропиннаның құбырлы көздері осы ортада жақсы бағдарланады. Бұл оларға судың жоғарғы қабаттарында жыртқыштың жүзуін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл түрі өте аз зерттелген. Мұндай тереңдікте кез келген адамға зерттеу жүргізу өте қиын. Монтеррей шығанағы ғылыми зерттеу зертханасы жүргізілген зерттеулер балықтың көздері мөлдір қабықтың ішінде әртүрлі бағытта айнала алатынын анықтады. Бірінші макропинна үлгісі 2004 жылы ғалымдар Брюс Робинсон мен Ким Рейзенбихлер ашқан. Жұлдызды балық. Бұл балықты теңіз айдаһары деп те атайды. Өйткені бұл кіші түрлі айдаһар балықтарының отбасына жатады. Бүкіл қара теңіз бассейніндегі ең қауіпті балықтардың бірі. Әрине, ол акула емес және адамдарды жемейді. Оның денесінде орналасқан шыбықтары қауіпті. Оны Кавказ немесе Қырым жағалауында кездестіруге болады. Сондай-ақ оқтын-оқтын жерорта теңізінде жағалауында табылған. Теңіз айдаһары көбінесе әртүрлі түрдегі кішкентай балықтармен қоректенеді. Әдетте бұқтырмадан шабуыл жасайды. Біріншіден, балықтар құрт тәрізді кішкентай антенналары бар көздерін ғана қалдырып, денесін түгелде жасырады. Оны жылжыту арқылы жұлдызды бақылаушы олжаны азғырып, не болып жатқанын көзімен бақылайды. Және бұны байқамаған балықтар бірден теңіз айдаһарының аузына сүңгіп кетеді. Қауіпті сезінген жұлдызды бақылаушы күрекке ұқсайтын кеуде қанаттарын пайдаланады және құмның қалыңдығын тез қаза алады. Бұл балықтың үлкендігі 30 см-ге жетуі мүмкін. Жұлдызшаның денесі шпинделге өте ұқсайды, тек ұзартылған. Үстіңгі жағында кішкентай қабыршықтармен жабылған. Басы үлкен сорғыш тәрізді, бірақ қабығы дөрекі, қатты сүйек қалталары бар. Тікенектер артқы қанатында көрінеді. Сондай-ақ иық бөлігінде кеуде аумағында жоғары бағытталған улы бездері бар өткір тікенектерде көрінеді. Жұлдызды балықтың көзінің арқасында орналасқан екі сопақ қалтасы бар. Электрик импульстарды шығаратын органдарға арналған орындары бар. Олар жыртқыштарды қорқытып, жем іздеуде де қорғаныс қасиеттерінде де қызмет етеді. Ұшатын балықтар. Ұшатын балықтардың басқалардан айырмашылығы, олар суда секіруді ғана емес, оның бетінде бірнеше метр биіктікте ұшуды біледі. Бұл желбезектердің ерекше пішінінің арқасында мүмкін болады. Орналастырылған кезде олар қанаттар сияқты әрекет етеді және балықтың біраз уақыт су бетінде жоғарыға көтеруіне мүмкіндік береді. Ұшуы оның қабілеті. Сонымен қатар, әртүрлі кіші түрлерде ұшу функциялары әртүрлі дамыған. Біреуі жоғары және алысқа ұшады, ал біреуі өте қысқа рейстерді жасайды. Жалпы ұшатын балықтар судан 5 метр биіктікке кемшілігі бақылауда болмауы. Ұшатын балықтар тек түзу сызықта ұшады және бағытынан ауытқып кете алмайды. Осының салдарынан олар жартастарға, кемелердің бүйірлеріне және басқа да кедергілерге соғылып өледі. Балықтардың ұшуы оның кеуде қанаттарының ерекше құрылымының арқасында мүмкін болады. Жынысын өзгертетін балықтар. Иә, дұрыс естідіңіз. Егер бөртпелері өте ұсқысы болса да, оның тұмсығы бөртпе тәрізді өскендіктен, ол шынымен де керемет көрініске ие. Көпшілік бұл балықты көргенде тұмсығы зомби адамның бетіне ұқсайтынын айтады. Бірақ мәселе бұл ғана емес, бұл балықтың гермафродит екендігі. Ол жынысын хирургиясыз өз бетімен оңай өзгерте алатынын елестетіп көріңіз. Кеше ол еркек болды, ал бүгін әйел. Бұл балықтар бірнеше ондаған жылдар бойы өмір сүреді және осы ұзақ өмір бойы олар сыртқы жағдайлардың әсерінен жынысын бірнеше рет өзгертеді. Балық жұмыртқа салғысы келді және ол аналыққа айналды. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңыраушы түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.